Достар, видео басталмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды почти 85% адам 5 подписка көреді екен. Бұл не деген сұмдық? Сондықтан міндетті түрде видеоның астын қараңдар. Егер де онда осындай қызыл кнопка болатын болса, оны былай басқап сұр кнопкаға айналдырыңдар. Солай қазақ ютубын дамытайық. Ал біз видеоға кеттік. Бәріне сәлем достар, сендер мен Казмастер. Бүгін біз атқыш зат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бутылка, изолента, оқ ретінде ручканың пастасы, ал тексеру үшін алма керек болады. Және де бізге қайшы, канцелярский нож, және де ең маңыздысы шар керек болады. Ал біз жасауға кеттік. Ең алдымен достар, бутылканың басын канцелярский ножбен кесіп аламыз. Достар, міне біз бутылканың басын кесіп алдық. Енді шардың басын қайшымен кесеміз. Сосын бутылканың басына изолентамен орнатып жабыстырамыз. Міне достар, біз шарды изолентамен жабыстырдық. Енді крышканың басын пастық ретінде домалақтап кесесіңдер. Біздің осындай қаруымыз дайын болды десек те болады. Достар, енді біз жасаған затымызда тексеріп көреміз. Ол үшін ручканың пастасын соған саламыз және де алмаға көздеп тұрып атамыз. Мінекей достар, бүгін осындай атқыш зат жасады. Егер де достар видеолар тез шықсын десеңдер, әр видеоға кемінде 30-50 просмотр, 10-20 лайк жинаңдар. Сонда видеолар тез шығатын болады. Ол үшін достарына да таратыңдар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Мен Казмастер, сау болыңдар.